Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Қызылшаның 40 түрлі шипасы бар. Видео басылмай тұрып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Негізінде қант қызылшасын қанды көбейту, қақырықты босату, сіңірлерді бекемдеу, денені қуаттандыру үшін пайдаланады. Сондай-ақ оны төменде көрсетілген 7 ауруға қарсы пайдалануға болады екен. Бірінші, көкбауыр ауырғанда қант қызылшасын сірке суы және қышамен араластырып, сырқаттанған адамға ішкізсе, көкбауырдағы бөгеттердің ашылуына көмектесіп, аурудан айықтырады. Екінші, бір жақ шеке ауырғанда, бас немесе қол аяқтың қалтырауында қант қызылшасын суық балмен араластырып, мұрынға таңса, ауру белгілері жеңілдейді. Құлақ ауырғанда, қант қызылшасы жапырағының суын сығып алып, балмен қосып қайнатып, жылы күйінде құлаққа тамызады. Төртінші, бит пен қайызғақты кетіруге пайдалы. Қант қызылшасы жапырағының сөлімен шашты жуатын болсаңыз, мазаңызды кетірген бит пен сірке көзге сүйкімсіз көрінетін қайызғақтан құтыласыз. Бесінші, іш кернегенде. Үлкен адамдардың іші кеуіп, кернеліп ауырған кезде қант қызылшасына қыша, аздап су араласқан сірке суымен қосып қайнатып ішуге болады. Бұл тәсіл іштегі желді айдап, бөріп ауырғанды басады. Ол үшін 1 литр суға 1-2 тамшы сірке суын қосасыз. Бұл тәсілді 12 жасқа толмаған балаларға пайдаланбаған дұрыс болады. Алтыншы, ағзаны тазартады. Адам ағзасында түрлі шлактар, қалдықтар тұрып қалатыны белгілі. Қант қызылшасы ішектердегі сол қалдықтарды тазалайды, артық тұздарды қуады. Жетінші, ер адамдарға аса пайдалы. Қызылша тұнбасы әсіресе ер азаматтар үшін ағзаны тазартуда зор көмек бере алады. Сәбіз бен қияр шырыны қосылып әзірленетін бұл тұнба ер азаматтардың жыныс безін зиянды элементтерден арылтуға көп көмек болады. Ол үшін күніне 1 мезгіл таңертең астың алдында не тамақтан кейін жарты стакан шырын ішу керек. Денсаулығыңыз мықты болсын.